Бөлім көбею. Сабақтың тақырыбы ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклы. 8-ші сынып биология. Пән мұғалімі Абзал Уахитұлы Әлмұханов. Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мұғалімі. Сабақтың мақсаты ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклының ерекшеліктерін түсіну. Ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің көбею айырмашылығын білу. Үй тапсырмасын тексеру. Бірінші тапсырма. Мына терминдерге гамета, спора, спорофит, гаметофитке анықтама бер. Екінші. Мүктерде гаметалар мен споралар қашан, қалай түзілетінін түсіндір. Үшінші. Қырықжапырақтарда қашан және қандай құрылымда гаметалар мен споралар түзілетіні туралы айт. Жаңа тақырып ашық және жабық тұқымды өсімдіктер. Тұқымды өсімдіктер ашық тұқымды немесе қырықжапырақтылар және жабық тұқымдылар немесе гүлді өсімдіктер деген екі үлкен топқа бөлінеді. Тұқымды өсімдіктердің споралы өсімдіктердің басты айырмашылығы олардың көбею мүшесі көп жасушалы тұқым болып табылады. Тұқымды өсімдіктер. Барлық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклінде спорофиттің диплоидты кезеңі басым болады. Қырықжапырақтыларда, гүлді өсімдіктерде спорофиттер, аталық пен аналықтың ұрықтануынан түзілген жасушаларда хромосомалар жұп күйінде болады. Ал мейіз нәтижесінде түзілген гаплоидты кезеңдері көбею мүшелерінде бірнеше жасушаларға кемиді. Жабық тұқымды өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктер өсімдіктер дүниесінің үлкен бөлімі. Олардың көбею мүшесі гүл болып табылады. Сондықтан гүлді өсімдіктер деп те аталады. Гүлді өсімдіктер қазіргі кездегі өсімдіктер дүниесінің түр саны жағынан ең көп таралған тобы. Ерекшеліктері. Тек жабық тұқымды өсімдіктерде ғана гүлдер түзіледі. Гүлдерде жынысты көбею мүшелері аталық пен аналықтар жетіледі. Тек гүлді өсімдіктерге ғана қосарланып ұрықтану тән. Ашық тұқымды өсімдіктер. Өсіп тұрған қарағай бұтағынан әр түрлі бүрлерді көре аламыз. Жас өркен ұшында аналық бүрлер орналасады. Олар негізгі өзекше мен оған тығыз жанасқан қабыршақтан тұрады. Сыртқы қабыршағы жабын, ішкісі тұқымдық деп аталады. Екі түрлі қабыршақтар бір-бірімен тұтасып кетеді. Тұқымдық қабыршақта екі тұқым бастамасы, тұқымбұршық түзіледі. Жас өркеннің түбінде тығыз топтаса орналасқан ұсақ, жасылдау сары түсті бүрлер болады. Бұлар аталық бүрлер. Аталық бүрлердің қабыршақтарының төменгі жағын тозаң түзілетін екі тозаң қапшықтары бар. Аналық бүрдің көлемі ұлғайып, жасыл түске ауысады. Тұқымбұршықте эндосперм, грекше эндон ішкі және сперма тұқым қоректендіруші ұлпа пайда болады. Сөйтіп, жұмыртқа жасушасы түзіледі. Бұған кемінде 1 жыл уақыт қажет. Тұқымбұршық 1 жылдан соң келесі жазда ғана ұрықтанады. Қарағайдың аталық жыныс жасушасы өздігінен қозғала алмайды. Сондықтан ол желмен ұшып келіп аналық жасушаны ұрықтандырады. Аталық және аналық жасушалардың қосылып ұрықтануынан зигота түзіледі. Қарағайдың көбеюі схемасы. Бірінші, қарағай өркенінің аналық және аталық бүрлері. Бірдің бірі аналық бүрдің жарылған кескіні, екіншісі аталық бүрдің жарылған кескіні бейнеленген. Екіншісі аталық бүрдегі тозаңның пісіп жетілуі. Үшінші тозаңы. Төртінші екі тұқымды ұрықтанған ұрық қабыршағы. Бесінші екі тұқымды ұрық қабыршағы. Алтыншы қарағай өскіні. Жыныс жасушалары түзілгенге дейін аталық және аналық бүрде спорогенез процесі жүреді. Алдымен жаңадан пайда болған бүрлерде мейоз жолымен гаплоидты жасушалар түзіледі. Аталық бүр жасушасы ұсақта болғандықтан микроспора, аналық бүр жасушасы іріле болғандықтан мегаспора деп аталады. Осыдан кейін бұл спораның гаплоид жасушаларынан гаметофит жасушалары, аналық бүрде мегагаметофит, аталық бүрде микрогаметалар түзіледі. Сәйкестендіру тапсырмасы. Бірінші бөлігі
реттік саны, екінші бөлігі сипаттамасы, үшінші бөлігі тұқымды өсімдіктердің бөліктерінен тұрады. Бірінші, қызғылт түсті аналық бір. Екінші, аталық гаметалар тозаң қапта, аналық гаметалар түйінде дамиды. Үшінші, аналық түйіннің ішінде мегаспорогенез және мегагаметогенез үдерістері жүреді. Төртінші, сарғыш қоңыр түсті аталық бір. Бесінші, жыныс гаметасы жұмыртқа жасушалары тұқым бастамада болады. Алтыншы, қосарлы ұрықтану процесі тән. Міне осы сипаттамаларды келесі тұқымды өсімдіктер, яғни ашық тұқымдылар және жабық тұқымдармен сәйкестендіруіміз қажет. Келесі суреттер сыры тапсырмасы. Бірінші тапсырма 1 және 2 сандары нені білдіреді? Екінші тапсырма А, Б, С және Д әріптермен не берілгенін түсіндір. Келесі тест тапсырмасы. Бірінші сұрақ, жабық тұқымдылардың көбею мүшесі. Жауаптары: А. Жапырақ, Б. Сабақ, С. Тамыр, Д. Гүл. Екінші, тұқымдары қорғанышсыз қабыршақта бірде ашық орналасатын өсімдіктер. А. Гүлді өсімдіктер, Б. Жабық тұқымды өсімдіктер, С. Ашық тұқымды өсімдіктер, Д. Қырық жапырақ тәріздестер. Үшінші, бір үйлі ашық тұқымды өсімдіктер. А. Кәдімгі қарағай, Б. Шырша, С. Бал қарағай, Д. Кәдімгі арша. Төртінші, ашық тұқымдылардың аналық бірінің түсі қандай? А. Қызғылт, Б. Сары, С. Қоңыр, Д. Жасыл түсті. Бесінші, аталық бүрлерде споралар анағұрлым ұсақ болса қалай аталады? А. Мегаспоралар, Б. Микроспорогенез, С. Микроспоралар, Д. Микрогаметогенез. Үйге тапсырма: ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклі туралы эссе жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.